Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін 5-ші сынып математика пәні бойынша 3-ші тоқсанның 1-ші быжығысын талдайтын боламыз. Мәтінді есептер деп аталады біздің жиынтық бағалауымыз. Бірінші есеп: фабрика 4300 етік тікті. Оның 5-тен 2-сі былғары теріден тігілген. Былғары теріден тігілген етіктер саны қанша? Бірінші есептің берілгенін жазайық. Берілгені барлығы 4300 етік. Былғары теріден, былғары, оның 5-тен 2-сі, яғни 4300-дің 5-тен 2-сі былғарыдан тігілген. Табуымыз керек былғарыдан қанша етік? Шешуі: біз санның бөлігін табуды білеміз және бөлігі бойынша санды табуды білеміз. Бұл жерде барлығы беріліп тұр. Барлығы 4300. Осы 4300-дің 5-тен 2-сін табу керек. Демек, бұл санның бөлігін табу, яғни көбейтеміз. 4300-ді 5-ке қысқартамын. 5-ті 5-ке бөлемін 1, 4300-ді 5-ке бөлеміз. 43-тен қайрамын, 8-ден беремін 40, 3 нөлді түсіремін, 6 нөл жалғанады. 860. Жауабы былғарыдан 860 етік тігілген. Екінші есеп: жер экваторының ұзындығы жуық шамамен 4000 километр. Ал диаметрі экватордың 45-тен 8 бөлігін құрайды. Жердің диаметрі жуық шамамен неге тең? Берілген жазып аламыз. Мәтінді есептерді шығарған кезде ең бірінші біз мазмұнына толық түсініп алуымыз керек. Содан кейін барып есептің шартын жазып бастаймыз. Берілгені экватордың ұзындығы 4000 километр. Ал жердің диаметрі экватордың 45-тен 8 бөлігін құрайды. Яғни стрелканы тағы да жоғары қарай экватордың ұзындығына қарай жібереміз. Диаметр осы 4000-ның 45-тен 8 бөлігін құрайды. Табуымыз керек диаметрін. Жердің диаметрін табуымыз керек. Шешуі: бізде экватордың ұзындығы 4000 болса, осы 4000-ның 45-тен 8 бөлігін табуымыз керек. 4000 45-ке бөлінбейді. Біз 5-ке қысқартып көрейік. 45-ті 5-ке қысқартам 9, 4000-ді 5-ке қысқартам 800, 800-ді 8-ге көбейтіп 9-ға бөлуіміз керек. 800-ді 8-ге көбейтемін, 6400, оны 9-ға бөлемін. Бұл жерде 6400-ді 9-ға бөліп алайық. 64-тен қайрамын, 7-ден беремін, 63, 10, 10-ның ішінде 1 рет, тағы 9, 10, тағы 1 рет. Сонда 711 бүтін 9-дан 1. Жауабын жазамыз. Жуық шамамен неге тең дейді? Сіздер жуық шамамен 711 километр деп берулеріңізге болады. Үшінші есеп: Арман 234 бет оқыды. Ол кітаптың 25-тен 9-ын құрайды. Осы кітапта неше бет бар? Есептің берілген жазамыз. Оқылды 234 бет. Барлығы біз білмейміз. Осы 234 бет барлығының 25-тен 9-ын құрап тұр. Осы кітапта неше бет бар? Табу керектігі барлығы неше бет? Шешуі: көріп тұрсыздар, оқылғаны 234 бет және мен стрелканы барлығына жібердім. Барлығы бізде белгісіз. Осы барлығының 234 дегеніміз 25-тен 9-ын құрап тұр.
Сонда егер мен барлығы x дейтін болсам, осы x-тің 25-тен 9 бөлігі ол 234-ке тең болып тұр. Енді керісінше x-ті табатын болсақ, онда 234-ті 25-тен 9-ға бөлеміз. Бұл бөлігі бойынша санды табу. Тең болады 234 бөлуді көбейтуге алмастырамын, бөлшектің алымы мен бөлімі орындарын ауыстырады. Тең болады 234-ті бөлеміз 9-ға 2-ден беремін, 18, 54, 54-тің ішінде 9 6 рет. Яғни 26-ны 25-ке көбейтеміз. 26-ны 25-ке көбейтем. 0, 3 ойда 10, 13, 2, 1 ойда 4, 5. 650. Жауабы кітапта 650 бет бар екен барлығы. Төртінші есеп. Саяжай кентінде Б үй бар, оның 6-тан 5-і 2 қабатты үйлер. Егер 2 қабатты үйлер саны 45 болса, онда саяжайда неше үй бар? Берілгені барлығы Б үй. 2 қабатты үйлер, 2 қабат үй. Оның, яғни Б үйдің 6-дан 5-і. Егер 2 қабатты үйлер саны, осы 2 қабатты үйлер бізде 45 болса, 45 үй болса, онда табу керек барлығы неше үй бар. Яғни Б нешеге тең екен табуымыз керек. Шешуі. Қараңыздар, барлығы Б үй, оның 6-тан 5-і, яғни Б-ны 6-тан 5-ке көбейтсем 45 шығады. Керісінше, Б-ны табу үшін 45-ті бөлемін 6-дан 5-ке. Бұл да санның бөлігі бойынша санды табу. Б тең болады 45-ті бөлуді көбейтуге алмастырамын, сол кезде бөлшектің алымы мен бөлімі орындарын ауыстырады. 5-ті 5-ке бөлем 1, 45-ті 5-ке бөлем 9, 9, 6, 54. Жауабы саяжайда барлығы 54 үй бар екен. Бесінші есеп. Шебер барлық жұмысты 3 сағатта, ал оның шәкірті 6 сағатта орындайды. Асы. Әр қайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды? Б. Олар бірлесіп 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды? С. Жұмыс өнімділіктері бір қалыпты болғанда барлық жұмысты қанша уақытта орындайды? Есептің берілгенін жазамын. Шебер 3 сағатта, шәкірті 6 сағат. Табу керек А пункті бойынша, Б пункті бойынша және С пункті бойынша. Осылай сұрақтар қойып кетейін. Шешуі. Бірінші А пункті бойынша әр қайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды? Жұмысты жалпы біз толық 1 деп аламыз, яғни тұтасымен 1 бөлік деп аламыз. Сондықтан осы жұмысты 3-ке бөлеміз. Сонда 1 сағатта орындайтын жұмыстың бөлігі шығады. 3-тен 1. Бұл өнімділігі. 1-ді 6-ға бөлемін, 6-дан 1. Мынау бізде шебердің жұмыс өнімділігі болса, мынау бізде шәкіртінің жұмыс өнімділігі. Б-сы. Олар бірлесіп 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды? Бірлесіп деп тұрғандықтан, олардың әр қайсысының жұмыс өнімділігін қосамыз. 3-тен 1-ге 6-тан 1-ді қосамын. Ортақ бөлімі 6, тоқтауыш көбейткіш 2, яғни 6-ны 3-ке бөлемін. 2 бірім 2, оған 1 қосам 3, тең болады 2-ден 1. Қысқартып жібереміз, 6-ны 3-ке бөлем 2, 3-ті 3-ке бөлем 1. Яғни екеуінің бірігіп 1 сағатта жасайтын жұмысының өнімділігі. Үшіншісі, жұмыс өнімділіктері бір қалыпты болғанда барлық жұмысты қанша уақытта орындайды? Ол үшін 1-ді бөлемін 2-ден 1-ге. 1-ді көбейтемін 1-ден 2-ге 2.
яғни екеуі бірігіп жасайтын болса, онда 2 сағатта орындайды екен. Мінекей, әрбір пунктке жауап бердік.